инфекционный больницамен басталатын болды. Бүгін Осман шыққанында киімдерін алып келіп жатырмыз мама екеуіне. Бүкіл киіміне құс тастаған. Құсқаны әлі тоқтамаған. Бепантен алып келе жатырмын. Оказывается, мойын тамағында өте көп қақырып тұр екен. Острый бронхит деп қойып берді ғой бізге диагноз. Еще тағы бір нәрсе деп қойды. Тамағында қақырығын түсіруге дренажный массажист кісіні шақырдым. Как раз осы инфекционный досеткен 5-ші отделениеде сол кісі келіп массаж жасап беретін болды. Потому что сол қақырықтан мама айтады бағананы тамағын обходта жасаған кезде прям қақырық толып тұр дейді. Содан тамақ жұта алмай жатқан сияқты дейді. Ішкен тамағын сразу құс тастап жатыр ғой, короче. Сол кісіні шақырып қазір түстен кейін келем деді. Массаж жасаса. Мен ары қарай еще армадаға кіріп краска алып бару керек объектіға. Ертеңгі кететін корпоративіма киімдер алу керекпін. В общем, бүгін жұмысым деген қыруар болып тұр. Камерашылар камераны өткіземіз деген, қалай істеу керек, соның барлығын түсіндіреміз деген. Қырындап, төбеге қарасаңыздар. Мен кеште ауруханаға келдім. Балама тағы дем салып кетейін деп. Екі түрлі дұға кедергісіз қабыл болады екен бұл өмірде. Сол дұғаның біріншісі ата-ананың баласына айтқан дұғасы, екіншісі ата-ананың баласына тілеген тілек екен. Сол балама жазылып кетсінші деп тілеп жатырмын. Және Құдайдың сөздері жалпы кез келген дертке құлан ғой, шипа. Сол балама дем салып кетемін. Бізде қандай жұмыстар жүріп жатыр? Мына қараңыздар, үйдің сырты полный осы қапталады деп айттым ғой сіздерге. Міне, полный қапталып жатыр, көрдіңіздер ме? Ал енді террасаны қараңыздар. Міне. Пожалуйста ма? Аллаға шүкір, міне терраса деген осындай болып шықты. Чоттей болды, шетел болды, мынау шетел. Қарасаңыздаршы. Жігіттер молодцы. Мынаның ертең арт жағы қапталады, сонымен. Короче, бөлек-бөлек колонна болады, мынау көрдіңіздер ме? Ошым осындай жұмыстар жасалыпты бүгін. Қарға қарамай, күннің суығына қарамай жұмыс істеп жатыр жігіттер ошым. Көрдіңіздер ме? Аллаға шүкір. Бүгін осындай жұмыстар бітті. Мен бір жұмыстарыммен қалаға шығып келдім. Қазір бұйыртса шығып Османтайға барамын. Балапанына барып. Тағы да бір дем салып кетемін бүгін. Аллаға қаласа. Саламатсыз ба? Кеп қапсыз? Сәлем бердік. Жаңа бекіп, мына жақ қарап жатсам, мына кісі жүр. Жүре бересің ғой? Жүре бересіздер ғой сіздер. Негізі тыныш ұйықтаса, ауырмаса, біздің де көңіліміз тоқ қой шынына келген кезде былай айтқанда. Потому что бір балаң ауырса, нерв қалмай кәдімгідей уайымдайсың. Шүкір еркусем. Ассалаумағалейкум ағайындар, қайырлы күн, қалайсыздар? Апта сәтті өтсін, аптаның бірінші күнін бастадық. Демалыс күндерді әдемі қылып өткізіп, туған күнді әдемі қылып өткізіп, эфирге қайтып кеп қалдық. Құттықтап жатқандарға барлықтарыңызға рахмет. Әлде де құттықтаулар келіп жатыр, жауап беріп үлгере жатырмын. Рахмет барлықтарыңызға. Бүгін осындай костюм шалбардамыз. İşte кеп қалдық 14.30-да Евразиарнасы қосылды болсын. Не тұрсың кай? Келді. Бүгін Ақеркенің образы осындай, менің образым осындай. Әдем болып тұрмыз ба? Беріп қоясың, өріш. 14.30 Евразиарнасы мілля деп. Бүгін бұл апта ұрыспаймыз деп шеш. Жетімізді көтереші деп. Мен қазір ғана не білдім білесіздер ма? Оказывается, бұтада жеп отырмын жұртта. Вкусно? Очень. Алдында мен 3 коробка алып келсем. Бірақ коробка алған ғой, последний коробка алған, представляете, жеп тастаған ғой. Қосылды болсын. Бүгін аптаның басын бастаймыз. Хозяюшка магазин еді ғой. Бұл магазинді мамам сатып жіберген. Осы дүкенде мамамның сестренкасы Жанар тәте жұмыс істеп жүрді. Сатушы болып көмектесіп мамаға. Сонымен Жанар тәтеміз қайтыс болып кеткеннен кейін мамам қатты стресс алып, магазинді жауып тастады. Жауып тастағанда сатып жіберді, в общем. Ұрыспаймын. Жошына ма? Иә. Ай, Құдай ақырын берсін, әйтеуір білмеймін. Lan bir tanıyım o niye kızı? Көкем қосылай қайгет қапты көкем. Сол, короче, сол. Давайте. Опа, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Ой, привет. Мен де сол енді жолдан келе салып, сразу прямой офисқа келіп, бір жуынып бір ретке келіп алайын деп тұрмын.
Әйтеуір үлгеріп келгеніме негізі қуанып тұрмын. Негізі машинамен ұзақ жол жүрген қиын екен. Жолдың бәрі туман шу. Қорқып жолда әрең келдік. Белден бел қалмады. Бірақ енді главное аман есен жеткеніме қуанып тұрмын.